وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Оразаның сүннеттерінің бiri бұл сарлық қылу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде сарлық қылуының бірнеше артықшылықтарын баяндаған. Ошол хадистердің бірінде айтады, Анас ибн Малик радиаллаху анхудан келеді, Бухариде, Муслимде келеді бұл хадис. Тасаххару фа инна фис сахури барака. Сарлық қылғыла, анткени сарлықта береке бар деді. Дағы башқа бір хадисінде, бұл хадис имам Ахмад рахимахулланың муснадында келеді. Шейх Альбани Хасан хадис деп айтқан. Абу Саидин Худри радиаллаху анхудан келеді. Ас-сахуру акулуху барака фала тадa'uhu ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. Сарлықта береке бар деді. Аны таштабағыла деді. Жоқ дегенде су менен болса дағы сарлық қылып алғыла деді. Жоқ дегенде бір ұрттам су менен болса дағы сарлық қылып алғыла деді. Анткени Аллах жана анын периштелери сарлық қылғандарға салават айтады деді. Аллахтың пенделеріне айтқан салаваты Абул Алия рахимахулладан келгендей, Аллахтың пенделерін мақтосы періштелерін алдында. Аллах Таала сарлық қылған пенделерін өзінің періштелерін алдында ескеріп мақтайды. Ал эми періштелердің салаваты бұл алардың дуа айтусы, дуа қылусы. Сарлық қылған адамдарға дуа қылышады. Бұл хадисте пайғамбарымыз сарлықта береке бар, аны таштабағыла деді. Жоқ дегенде су менен болса дағы, бір ұрттан су менен болса дағы сарлық қылып алғыла деді. Анткени Аллах жананың періштелері сарлық қылғандарға салават айтады деді. Дағы башқа бір хадисте келеді, имам Муслим рахимахулла шығарған. Пайғамбарымыз айтады: "Фаслу ма байна сиямина ва сиями ахлил китаб аклатус сахар." Биздин ораза менен китеп ээлеринин оразасынын айырмасы сарлық кылуу деген. Китеп ээлери христиандар жана еврейлер. Бул хадистин мааниси китеп ээлери сарлық кылбайт деп атат. Биз сарлық кылабыз. Сарлық кылуу биздин ораза менен алардын оразасынын айырмасы деп атат. Пайгамбарыбыз бул хадисте сарлық кылууга үндөп атат. Сарлық кылууда ошол китеп ээлерине карама-каршы амал жасоо бар. Биз китеп ээлерине карама-каршы амал жасаганга буйрулганбыз. Пайгамбарыбыз бул хадисинде биздин ораза менен китеп ээлеринин оразасынын айырмасы бул сарлық кылуу деп атат. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, сарлыкты калтырбай кылганга аракет жасайлы. Сарлык кылган адам Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың сүннетіне ерчеген болады. Пайғамбарымыз сарлықтан береке бар, аны қалтырбағыла деді. Жоқ дегенде су менен болса дағы сарлық қылып алғыла. Анткени сарлық қылған адамдарға Аллах Таала жананың періштелері салават айтады деді. Жана ошондой эле сарлық кылуунун пайдаларынан сарлық кылган адам баамдат намазынан уктап калбайт. Баамдат намаз өтүп кетпейт. Себеби сарлыктан кийин эле азан айтып баамдат убакыты башталат. Эми ушул сарлык, урматтуу мусулман бир тууган, эмне менен ишке ашат? Сөзсүз түрдө бир нерсе жеш керекпи? Алымдар айтышат, эгерде сарлыкта жегенге бир нерсе болсо, жеген жакшы дешет. Себеби пайгамбарыбыз сарлыкта береке бар деди. Ал эми жегенге эч нерсе жок болуп кала турган болсо, анда жок дегенде суу ичип болсо дагы сарлык кылып алуу керек. Себеби пайгамбарыбыз айтты да, жок дегенде суу менен болсо дагы сарлык кылгыла деп. Андыктан эгерде сарлыкта жегенге бир нерсе болсо, жеген жакшы болот. Эгер жок болсо, суу менен болсо дагы сарлык болуп эсептеле берет. Жана ошондой эле эгерде мүмкүнчүлүк болуп турса, сарлыкты курма менен кылган жакшы. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан
имам Абу Дауд рахимахулла жана башкалар чыгарган хадисте келет, момун адамдын саарлыкта жей турган тамагынын эң жакшысы бул курма деген. Эгер курма бар болгон болсо, курма менен кылган эң жакшы. Ошол хадистин негизинде. Эгер жок болсо, анда башка кандай тамак болсо дагы саарлык болуп өтө берет. Дагы бир айта турган маселе, саарлыкты кайсыл убакытта кылган эң жакшы. Саарлыктын эң абзел болгон убактысы бул таң жарганга жакын болгону, таң жарганга чейин болгону. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде саарлыкты кечиктирип кылганга үндөгөн. Таң жарганга чейин. Дагы башка бир хадисинде келет, Бухариде, Муслимде келген. Пайгамбарыбыз саарлыгын токтоткондон намазга турганга чейинки убактысы аралык 50 же 60 аят окуганга чейинки аралык болгон. 50-60 аятты бат эле окуйбуз. Бул дегени пайгамбарыбыз таң жарганга жакын саарлык кылат эле дегени. Андыктан эң жакшысы саарлыкты таң жарганга жакын кылганы. Албетте таң жарганга чейин, таң жаргандан кийин албетте болбойт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, саарлыкты пайгамбарыбыздын сүннөтүн калтырбай кылганга аракет жасайлы. Аллаху алам. Саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.